Сәлем достар, бұл видеода біз осы жылғы ең қиын жұмбақтар мен логикалық сұрақтарды жинадық. Кез келген уақытта сіз бейнені кідірте аласыз және жауабын айтарда асықпай ойланып, пікірге міндетті түрде жауабын жазып кетіңіз. Сіздермен бірге біз бәрі бар арнасы. Номер 1 сұрақ. Адасып кеткен саяхатшы кішігірім есік ашық үйді көріп, сол үйде біраз демалып алмақшы еді. Алайда кіре салысымен есігі тарс жабылды. Сөйтсе бұл мистикалық үй екен. Ол үйден тез шықпайтын болса аман қалмайтыны айдан анық еді. Үйден шығу үшін 3 есіктің біреуін таңдау қажет. Бірінші есікте жабайы аю, екінші есікте қауіпті өсімдік, үшінші есікте жалындаған от. Саяхатшы аман қалу үшін қайсысын таңдау қажет? Дұрыс жауабы өсімдіктер туралы білім. Өмірді сақтап қалуы мүмкін. Бұл жағдайда саяхатшы екінші есікті таңдауы керек. Бұл қорқынышты өсімдік Венера ұшқыны деп аталады. Олар тек жәндіктермен ғана азық етеді. Өйткені өсімдіктің өзі ұзындығы 10 және 15 сантиметрге жетуі мүмкін. Және адамдар үшін қауіпті емес. Егер дұрыс жауап берсең, лайк басып, каналға жазылып кет. Әрі қарай жалғастырайық. Номер 2 сұрақ. Кешке қарай ер адам жұмыстан үйге көшеге қайтып келе жатқанда, кенеттен саябақта бетперде киген ер адам секіріп, оны жұдырықпен ұрды. Оянған кезде телефоны мен ақшасының жымқырғанын білді. Ер адам полиция бөлімшесіне келіп, оған белгісіз біреу шабуыл жасағанын айтты. Полиция қызметкері 3 күдіктіні ұстай алды. Олардың әрқайсысына бөлек бөлмеге отырғызылды және тонау кезінде не істегендері туралы куәлік жазуға мәжбүрледі. Полиция тіпті оқымай-ақ күдіктінің кім екенін білді, кім және неліктен. Дұрыс жауабы. Мұқият қараған адамдар бұл істі оңай шеше алды. Жәбірленушінің бетінде шабуылдағаннан кейін оң жағында із қалды. Яғни шабуылдаушы сол қолмен ұрғанын біле алдық. Тек бірінші адам, солақай адам еді. Номер 3 сұрақ. Инспектор Ферсман 1 жыл ішінде Лондон мұражайының бірінде үлкен тонау жоспарланғаны туралы ақпарат алды. Қылмыстың алдын алу үшін инспектордың құпия полиция көздерімен тонау қай айда болатынын білу керек еді. Олар шифрланған жазбаны ала алды. Инспекторға жазбаны анықтауға көмек бере аласыздар ма? Қай айда ұрлық болды? Дұрыс жауабы. Бұл Лондонда болғандықтан жазба ағылшын тілінде болатыны айдан анық. Егер сіз жазбаны жартысынан кесіп тастасаңыз, онда сіз July деген сөзді анықтай аласыз. Бұл шілде айында тонау болады дегенді білдіреді. Номер 4 сұрақ. Карл Швеция патшалығына адал қызмет еткен орта ғасырлық рыцарь болды. Бірде Карл қастандық жасады деп айыпталып, бекініске қамалды. Алайда рыцарь кінәсіз болды және түрмеден қашамын деп шешкен болатын. Карл ұстап тұрған бекініс кішкентай аралда болды. Ол барлық жағынан терең көлдің суларымен қоршалған. Оны кесіп өту мүмкін емес еді. Жер бетіндегі бірде-бір адам оны өте алмаған. Карл өзінің күзетшіні қалай алдап бекініс қабырғаларына өтіп кететінін білді. Алайда көл ажырамас кедергі болып қала берді. Дегенмен ол көлден өтіп бостандыққа шыға алды. Қалай көлден өте алды? Дұрыс жауабы. Бұл жұмбақтың жауабы өте қарапайым. Географиялық жағдайдан байқайтын болсақ, Карл швед рыцары болды. Бұл елдің аумағында қыста өте суық. Көлдің беті мұзбен жабылған еді. Сондықтан Карл суық күні бекіністі тастап, жаяу жүріп өткен болатын. Видеоның соңына да келіп қалдық. Видеоны лайк басып, каналға жазылып кетіңіздер. Сіздермен бірге біз бәрі бар арнасы. Және де достар, тағы да қызықты логикалық сұрақтар көргіңіз келсе, ойлан тап арнасынан көре аласыздар.